Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның пайдалы қазбалары және олардың қолданылуы. Осы сабақта біз не білеміз? Қазақстандағы пайдалы қазбалардың орындарын және қолдану салаларын анықтаймыз. Пайдалы қазба дегеніміз не? Табиғи түрінде немесе өңделгеннен кейінгі шаруашылыққа пайдалануға болатын минералдар мен тау жыныстарын айтамыз. Пайдалы қазбалар үшке бөлінеді: кендік, жанғыш және кендік емес. Кендікке темір кені, мыс кені, қорғасын, алюминий кені, никель кені жатқызамыз. Жанғыш пайдалы заттарға көмір, мұнай, газ жатқызамыз. Кендік емес пайдалы қазбаларға асбест, фосфорит, тұз, құрылыс материалдарын жатқызуымызға болады. Қазбаларды оқушылар жер астынан алуға болады және жер бетінен алуға да болады. Ал балалар, келесі кезекте пайдалы қазбалар туралы толық мағлұмат алу үшін бейнетаспаға назар аударамыз. Қазақстан кен байлықтарының қоры мен әр алуандылығы жағынан жер шарындағы бай аймақтардың бірі. Минералдық шикізат қорлары Қазақстанның ұлттық экономикасының тұрақты дамуы мен қауіпсіздігінің маңызды кепілі. Атақты Менделеев кестесіндегі 105 элементтің Қазақстан қойнауында 99 түрі анықталған. Сонымен қатар 70 түрінің мол қоры барланған. Бұлардың қазіргі күні 60-тан аса түрі өндіріледі. Бүгінгі таңда 1225 минералды шикізаттың түрі кездесетін барлығы 493 кен орны анықталған. Деректерге сүйенсек, Қазақстан мырыш, вольфрам және бариттің жинақталған қорлары жөнінен әлемде бірінші, күміс, қорғасын және хромит қоры бойынша екінші, мыс және флюориттің көлемі бойынша үшінші, молибден төртінші және алтын қоры жөнінен алтыншы орын алады. Ал ТМД бойынша Ресей мен Өзбекстаннан кейінгі үшінші орында. ТМД көлеміндегі мыс пен қорғасын қорының жартысынан астамы, мырыштың 70%-нан астамы Қазақстанда шоғырланған. Пайда қазбалардың қоры, оның ішінде хром кендері мен қорғасын бойынша Қазақстан ТМД елдерінің арасында бірінші. Мұнай, күміс, мыс, марганец, мырыш, никель және фосфор қоры бойынша екінші. Газ, көмір, алтын және қалайының қоры бойынша үшінші орында. Біздің еліміз негізінен батыс аймақтарға шоғырланған қомақты мұнай және газ қорларына ие. Ал Қазақстанда өндірілетін қара және түсті металдар Жапонияға, Оңтүстік Кореяға, ақш-қа, Канадаға, Ресей, Қытай және Еуропалық одақтың елдеріне экспортталады. Пайдалы қазбалардың шартты белгілері. Шартты белгілері. Пайдалы қазбалардың түрлері: темір кені, табиғи газ, тасты тұз, қоңыр көмір, графит және тас көмір, мыс кені, мұнай, алюминий кендері және алмас. Оқушылар, экранға назар аударса, бұл жерде Қазақстанның пайдалы қазбалар картасы көрсетілген. Және бұл картаның төменгі бөлігінде шартты белгілер бар. Осы шартты белгілер бұл Қазақстанның пайдалы қазбалар түрлері белгіленген. Осы белгілер арқылы біз қай жерде, қай аймақта қандай пайдалы қазбалар бар екендігін көре аламыз және анықтаймыз. Оқушылар, пайдалы қазбалардың шартты белгілеріне мысал келтіретін болса, мұнай, бұл бізде батыс Қазақстанда, оңтүстік Қазақстанда кездеседі. Келесі, мұнай және табиғи газ, бұл бізде батыс Қазақстан облыстарында, оңтүстік Қазақстан облыстарында. Келесі пайдалы қазбаның шартты белгісі алтын. Бұл алтын бізде Шығыс Қазақстан өңірлерінде кездеседі. Оқушылар, осы Қазақстанның пайдалы қазбалар картасы арқылы
біз таныс боламыз. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа сәйкес тапсырмаға назар аударайық. Пайдалы қазбаларды жіктеуіміз керек. Оның ішінде біз пайдалы қазбалардың екі түрін аламыз. Екі түрін бойынша бұл пайдалы қазбалар не өндіріледі және қолдануы қандай? Осы сұрақтар бойынша кестені толтырамыз. Оқушылар, кестені толтырып болса, менің жауаптарым арқылы тексеріп өтейік. Мысалға, мен Қазақстандағы ең көп пайдалы қазбалардың екі түрін алдым. Мұнай және түсті металлургия. Жалпы пайдалы қазбалардың түрлері бойынша мұнайдан не өндіріледі? Жанғыш жанармайлар. Мұнайдың қолдануы бойынша көлік қатынасы, жылу, тағы да басқа жатқызамыз. Түсті металлургия. Бұл не өндіріледі? Бұған құрылыс материалдары, әшекей бұйымдар жатқызамыз. Қолдануына байланысты тұрмыстық жағдайларда көптеп қолданылады. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорыта келе, бүгінгі сабақта не үйрендік? Қазақстандағы пайдалы қазбалардың орындарын анықтадық карта бойынша, және осы пайдалы қазбалардың қолдануы салалары бойынша анықтап картада көрсеттік. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар.